Қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ хаттама жайлы болмақ. Оны дайындау және ресімдеу тәртібімен танысамыз. Хаттама дегеніміз не? Бұл кеңес, отырыс және жиналыс кезінде жазылған жазбалардың, ұсынылған баяндамалар мен шешімдердің негізінде хаттама бланкісіне жасалатын құжат. Егер хаттама ұйым ішінде жасалса және оның шегінен шықпаса, хаттама бланкіде ресімделмейді. Хаттаманың 9 деректемесі бар. Олар ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің ресми атауы, екінші құжат түрінің атауы, яғни хаттама, үшінші датасы, төртінші хаттаманың тіркеу нөмірі, 5 хаттаманың шығарылған жері, 6 кейбір жағдайларда бекіту грифі, 7 хаттаманың тақырыбы, 8 хаттаманың мәтіні және соңғы реквизит бұл қолы. Хаттамалар толықтай немесе қысқаша нысанда ресімделеді. Хаттаманың мәтіні 2 бөліктен тұрады: кіріспе және негізгі бөлік. Кіріспе бөлігінде хаттаманың тақырыбынан кейін төраға және хатшы есімдерінің инициалдары мен тегі, қатысушылардың тізімі көрсетіледі. Егер қатысушылардың саны 10 адамнан асса, онда хаттамаға қосымшада қатысушылардың тізімі ресімделіп, тізімі қоса беріледі деген жазба жазылады. Кіріспе бөлігі күн тәртібінің әрбір тармағы бойынша баяндамашыны, яғни оның есімін, инициалын, тегін, лауазымын көрсете отырып, қаралатын мәселелердің тізбесімен аяқталады. Әрбір мәселе абзацтан басылып, араб цифрымен нөмірленеді және оның атауы туралы деген көмекші сөзбен аяқталады. Егер күн тәртібі хаттамаға қосымшамен ресімделсе, онда мәтіннің алдында күн тәртібі қоса беріледі деген жазба жазылады. Хаттаманың негізгі бөлігі күн тәртібінің тиісті тармақтарына сәйкес келетін бөлімдерден тұрады. Әрбір бөлімнің мәтіні сол жақ жиектен бас әріптермен жазылатын тыңдалды, сөз сөйлегендер, қаулы етті немесе шешті деген 3 бөліктен тұрады. Қабылданған шешім толық басып шығарылады. Қажет болған кезде дауыс берудің қорытындысы келтіріледі. Талқылау кезінде айтылған ерекше пікірдің мазмұны қаулыдан кейін жазылады. Тыңдалды деген бөлімде сөйлейтін сөздің мәтіні жазылады. Мәтіннің басында жаңа жолдан атау септігінде сөз сөйлеуші есімінің инициалы мен тегі көрсетіледі. Сөйлейтін сөздің жазбасы тегінен сызықша арқылы бөлінеді. Сөз сөйлеу жекеше түрдегі 3-ші жақтан жазылады. Мысалы, мен жасадым, оқыдым емес, жасады, оқыды деп жазылу керек. Егер сөйлейтін сөз бен баяндама мәтінінің жазбасы хаттамаға қосымша түрінде ресімделсе, тегінен кейін сөйлейтін сөздің жазбасы қоса беріледі, немесе баяндама мәтіні қоса беріледі деп көрсетіледі. Сөз сөйлегендер бөлімінде сөз сөйлеушілер есімдерінің инициалдары, тектері, сөздердің мазмұны отырыста айтылғандай реттілікпен көрсетіледі. Ең бастысы, бұл ретте сұрақ, жауап, жарыс сөз деген сөздер жазылмайды. Сұрақ қойған немесе жауап берген адам есімнің инициалы мен тегі көрсетіледі. Қаулы етті немесе шешті деген бөлімде талқыланып жатқан мәселе бойынша қолданылған шешім көрсетіледі. Қаулы ететін бөлікте 3-ші жақтағы бұйрық рай тұлғасындағы етістіктер пайдаланылады. Хаттамаға төраға және хатшы қол қояды. Отырыстың датасы хаттаманың датасы болып табылады.
Егер ол бірнеше күнге жалғасса, онда сызықша арқылы отырыстың басталған және аяқталған датасы көрсетіледі. Хаттаманың екінші түрі қысқаша нысаны оқиғаның толық барысын баяндамайды. Ол тек жекелеген мәселелер бойынша шешімдер қабылданғаны туралы ақпарат береді. Бұл хаттама мына жағдайларда жүргізіледі. Егер отырыс жедел сипатта өтсе, яғни шешімді талқылау барысы егжей-тегжейлі көрсетпеу маңызды болғанда. Және мәжілістің стенографиясы жазылғанда, немесе дыбыс не бейне жазба жүргізілген кезде. Қысқаша хаттаманың мәтінінде екі бөліктен тұрады: кіріспе және негізгі. Кіріспе бөлігінде күн тәртібі көрсетілмейді. Ал негізгі бөлігі мәселелердің атауын және олар бойынша қабылданған шешімдерді қамтиды. Мәселенің атауы нөмірленеді және туралы деген көмекші сөзбен аяқталып, жолдың ортасы бойынша теңестіріледі. Және соңғы жолдың төменгі жағынан бір сызықпен сызылады. Сызықтың астыңғы жағында сөз сөйлеген лауазымды адамдардың тектері көрсетіледі. Содан кейін мәселе бойынша қабылданған шешім көрсетіледі. Хаттамадан үзінді көшірмесі жасалынады. Бұл қабылданған шешімдер туралы мүдделі ұйымдар мен тұлғаларды хабардар ету үшін, сондай-ақ бұл шешімдерді растау мақсатында ресімделеді. Үзінді көшірме ұйым мөрімен куәландырылады. Сондай-ақ жоғарыда айтылып өткен грамматикалық тақырыпқа да тоқталайық. Бұйрық рай үшінші жағы. Түбірге сын қосымшасының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, ол жазсын, ол хат жіберсін. Бұл етістіктің формасы хаттаманың қаулы етілді және шешті деген бөлімінде қолданылады. Сонымен хаттаманы ресімдеу тақырыбын аяқтаймыз. Сіздерге қорытынды сұрақтар сілтеме бойынша жіберіледі. Назарларыңызға рахмет. Іс қағаздарын сауатты ресімдейік.